Ассалаумағалейкум. Екі Бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Видеоны көрместен бұрын каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар. Видео салмағалы көп уақыт тоқталды. Біраз жұмыстармен алдындағы малдарымыздың барлығын өткізіп болдық. Мына жерде тұрғанды да және мына жақтағылардың барлығын. Мына жақта тұрғандардың барлығы ортағы 195 килограммнан болды. Ал енді мына жақта тұрғандар 200 келеден басты ортаға. Алды 230 килограмм, арта 170 килограмм болды. Сосын орнына мал кіргіздік. Бұларға да бүгін 22-сі, алдыңғы айдың 20-сы күні кірді бұлар. Таза бір ай болды міне. Алдынан бері видео салам деп уақыт байланысымен жүрдік. Мына екеуі 4 жасар бұқалар, 420 мыңнан алынды. Мыналар 1,5 жастар, 240 мыңнан. Мына жерге дейін міне. Мына екеуі патсос 240 мың теңгеден алынды бұларда. Ала патсос. Бұларда таза енді 1 жасқа келіп алғандар. Осылай міне, мыналарды қойдық. Бордаққа сразу жақсы етімен келген. Үй бермек, албен барлығын бердік. Бұлардың бәріне. Мына бұқалар міне, таза мыналарға 1 ай болды. Енді келе жатыр бұлар. Ангус 4 жасар. Қорамызда біраз жаңалық. Терезелеріне салапан ұстап, қабырғаларын іш жағынан цементпен сылап қойдық. Ішіне свет тарттық 2 жерден. Сосын қыста температурасын көретін градусник қойдық. Қазір міне 15 градус, 14 градус болып тұр қораның жылылығы. Ал енді мына жаққа бұрынғы әдісіміз бойынша патсостар бос қойып бордақылап отырмыз. Бұлар енді қазірше бос тұрады. Сосын кейінірек бір-бірімен сүзісіп мазалары болмай кеткен кезде ғана байланады. Қазір енді бір-бірімен тыныш тұр. Сол үшін бұлар бос тұр. Бұларда таңертең 25 килограмм жейді. 10 бас. Кешке 25 килограмм. 2 мезгіл қаралады. Бұлардың ортақ бағасы 185-тен алынған. Патсостар. Тағы сырт басқа орада бар. Бұлардан аз кішіректері оптымның ішінде келген. Еміміздің режимі бұрынғыдай. 50 килограмм арпа, 50 килограмм жүгері, 50 килограмм бидай, 40 килограмм кебек, 10 килограмм жымық, 5 килограмм шрот, сояның шроты. Ангус пен сарғасқа бұқа тәулігіне 10 килограмм жеп тұр қазір. 10 килограмм кейде одан да артығырақ жейді. Қалғандары 6-7 килограммнан жеп тұр. Таңертең 3,5 килограмм, кешке 3,5 килограмм. Таңертең салған жемдер әлі міне енді таусып жатыр. Қазір кешкісінге тағы салынады. Мына жерден жағып светті қосатын жер. Коробка құрып кәдімгідей жасадық. Мұн жағын осылай бөліп қойдық бос тұрғандарға.
Есік жасадық. Жаздай жасалынбаған есікті. Күзде міне күн суытуына байланысты жасап қойдық. Бірде 20 сырт жағы темірмен, ішіне тақтайменен жасадық. Мына жерде міне өз сиырымның бұзауы тұр. Жаздай сауылған. Алдында да видеода жүрген болатын. Бұл да бос аткорымға қойдық. Бос бұрланады. Бұл да 1-2 ай бос тұрады. Сосын барып басын байлап қоямыз. Ал енді мына жерде тағы өз бұзауларым. Ала бұзау еркек. Подсос жаздай ем келген. Мынау ұрғашы. Бұны да қойдық. Сиырымызды қойғамыз. Өзіміздің жаздай сауған сиырды қойғанбыз. 2 айдан асты, 3 ай болып қалды. Сатылымға дайын. Келіп үйден сойып кетем деген кісілер болса, килограммы 1900 теңгеден беремін. Мынау екінші қорадағы подсостар. Арғы қорада тұрған 10-нан іріктеп алып тастағамыз. Содан қалғандар осында 5 бас. Бұлар енді жаңа жылдан кейін қойылады бордақыға. Бұлардың алдында жем жатыр, төгіп тастағамыз. 5-еуіне бір уақытында 10 кг жем жеп тұр. 2 уақытында сонда біреусі 2 кг-нан 4 кг жейді. Видеоға лайк басып кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Кішігірім өзімнің шаруашылығыммен сіздерге бөлісіп отырмын. Әр қазақ бай қуатты болсын. Бұлар енді шөптен шөп жейді. Бір уақыт, 2 уақыт сабан жеп тұр. 2 уақыт жеммен тұр. Былтырғы бұқа байлаған қора бұл. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.